Әкелдің ба? Күмәнің бар ма не? Конечно бар. Осы уақытқа дейін оны маған ешкім әкеліп бере алмаған. Олар емес. Ақшаны әкелдің бе? Әкелдім. Мен екі сөйлейтін жігіттерден емеспін. Тауарды әкелем дедің ба? Әкелдім. Ары қарай не болады, конкретно айтшы маған. Тыңда, мен де бір рет сөйлеймін. Мен саған өткенде айттым. Егер тауарды әкелетін болсаң, екеуміздің арамыздағы қан төгістің бәрі тоқтайды. Былайша айтқанда, будем жить в мире и согласии. Сөзінде тұрасың ба? А че, күмәнің бар ма не? Күмән болмасын деп тұрмын ғой. Болмай қойсын. Әкел ақша. Разожок, уважуха, красавчик. Мир? Мир. Пацаны, все в ажуре, жизнь налаживается. Жігіттер, мен сендермен барамын. Анау мен мылтығымды алып қойды. Соны алуым керек. Жоқ. Қалай жоқ алай? Мылтық ше. Саған жоқ ол дедім ғой мен. Бол, кейін ағалам, бол. Бол, давай, жігіттер. Давай. Давай, жігіттер. Давай. Кеттің бе? Қазір. Бұғайсың е? Алқаш, сен ба? Шығай. Қайда кеттің е? Кім ба? Білмеймін. Туре. Урод. Өтірік жынды болып мені алдамақшысың ба? Мәке,
мынау шынымен есінен адасқан сияқты ма? Мәке, бұл өзінің жазасын алып тұр ғой уже. Қолыңыз қайта-қайта қанға малмақ қойыңыз, керек жоқ. Егер сіз мынаны атып тастайтын болсаңыз, бұған жеңіл жаза болады. Керісінше өмір бойы жүрсін осылай. Мага, ананың көзінен таса қылушы болма. Егер ішімнен жынданып есінен адасқан болса, Құдайдың өзі жазасын берген болады, сөз жоқ. Ал егер түпит етіп, өтірік істеп жатқан болса, өз қолымен бауыздап тастаймын. Сол үшін әрдайым бақылауда ұста. Болды, Мәке. Бірақ ана шынымен есіне адасқан. Көрініп тұр ғой. Негізі, Мәке, ананы өзімізбен бірге алып кеткеніміз дұрыс сияқты. Қайда? Анау ағасын алдына. Ағасы осында өзі келеді. Анау типа оққа қар сияқты ғой. Мән жайды естігеннен кейін алдыма келеді. Сол кезде сөйлесеміз оны. Кеттік. Рауан? Рауан, бауырым? Рауан? Рауан? Самат аға? Не болып жатыр өзі? Мен сізге адам сияқты сеніп тапсырдым ғой. Қорғаған түріңіз осы ма, Рауанда? Рауан? Қуаныш, кешір. Қорғай алмадым, үлгере алмай қалдым, Қуаныш. Аға, мен сізге бұнда не үшін әкелдім, айтыңызшы? Не үшін мен сізге сеніп тапсырдым? Не болғанын барлығын асықпай айтып беріңізші. Түнде біреу келіп есік қақты. Күндіз бір алқаш келіп мазамдап кеткен ғой. Мылтықпен келіп тұр ғой. Сол бір мылтығын тартып алғам. Сол ма деп қалдым. Есік алдында шықсам ешкім көрінбейді. Сонымен бұл қайсысы екен деп жан-жақты қарап жүргем. Біреу келді де арқамнан бұл. Мен есім тағым құлап, ары не болған білмеймін. Кім екенін көрдіңіз бе олардың? Сол есім жиып атқан кезде үйден шықты ғой. Ана бір дәу келді де тепті ғой, қайтадан талдым. Есім жиып тұрған кезде қарасам машина мініп кетіп баратыр екен. Тура сен айтқан адамдарға ұқсайтшы. Қуаныш, мен саған тағы бірдеңе айтуым керек. Иә. Рауаншы, олар келместен бұрын есінен адасып кеткен сияқты. Түнімен ұйықтамайды. Бірдеңелерді айтады, не тамақ ішпейді. Аспаннан бірдеңе жүр дейм, көзіме бірдеңелер көрініп жатыр дейді. Дәл осы жағдайына бар ма?
Ағада екеуінің қатысы жоқ сияқты. Не болды, сол жігіттердің сөздерін сөйлей бастағыз ба не аға? Ой, жоқ, Қуаныш, мен ойым ғой бұл. Сіздің ойыңыз маған бір тиын аға. Енді қалған проблемалардың барлығын өзім шешем. Енді сіз маған керек емессіз. Заттар жинаңыз, қала қайтамыз. Мен жақсы болсын. Айттым, болды, қойшы. Қарлығаш. Ассалаумағалейкум. Тергеуші мырза, жаңалық бар ма? Әзірше ешқандай жаңалық жоқ. Жұмыс істеп жатырмыз. Көрдім, білдім деген адам жоқ. Фазыл мырза, сіз жақсылап ойланып көріңізші. Сіздің балаңыз біреуге кесірін тигізіп, или зиян тигізген уақыттар болған жоқ пе? Білмедім. Өзіңізші бірдеңе бүлдірген жоқсыз ба? Сізге кек алу мақсатында балаңыз өлтіріп кетуі мүмкін бе? Жоқ, олай болу мүмкін емес. Сіз ренжімеңіз. Сұрақ қою менің жұмысым. Мен барлық варианттар қарастыруым керек. Иә. Сіздің күдікті деген адамдарыңыз жоқ па еді? Жоқ. Күдіктің неге осы менен сұрай бересіздер? Күдікті ма, қылмыскер ма, оны табу менің міндетім ба? Жоқ әлде сіздердің міндеттеріңіз ба? Күдіктіні білсем, бұл жерге келмес едім. Барып, өз қолыммен буын тұрып өлтіре салатын ем. Осы қағаздың бетіне қарап, отыра бердіңнен басқа ештеңе білмейсіздер ма? Сіз не маған қалай жұмыс істеуін үйретпекшісіз бе? Сіз ренжімеңіз. Сізге біраз сұрақтан бар қояды. Солай, Қуаныш мырза. Ініңіздің диагнозы өте қиындау болады. Психоздың өте ауыр түрі. Біз енді қолдан келген барлығын жасаймыз. Бірақ белгілі бір уақытта дертінен айығады деп айта алмаймын. Тіпті айықпауы да мүмкін. Соны есіңізде сақтаңыз. Бұл енді үмітіңізді түбегейлі үзе беріңіз деген сөз емес. Бірақ барлық жағдайға дайын болғаныңыз дұрыс. Жарайды, сау болыңыз. Науқастарға барайын.
Мам, әкем тағы да ішіп алған ба? Оны қайтесің, балам, көңіл аудармасайшы. Қалай көңіл аудармайым? Қашан қарасаң осы, ішіп алып мас болып жатады. Мен түгілі жолдастарым білет, әкемнің маскүнемдікке салынып кеткен. Олардың да бетіне қарай алмай қалдым. Әке, қойыңыз, ішпей-ақ қойыңыз десең, ей, сүмелек, сені асырап отқан мен, көтіңді қысып жайыңа жүр деп боқтап тастайды. Асырап отқан міндет қылама сонда, неменеге тудыңыздар онда мен? Бір әкем ғой деп, сырлас сөйлесейін десең, өмір қабақ ашылмайды. Шекесі тырысады да отырады. Бірдеңе сұрайын десең, бетіңді қайтарып, айқайлап тастайды. Шаршап бөттің уже. Болды, Дархан. Жетті. Жақсы ма, жаман ба, ол сенің әкең. Жамандағына саған біреу жақсы әкесін әкеп бере ме? Қояр ішкілігін бір күні. Қандай жағдай болса да әкеңді жамандауға сенің хақың жоқ. Түсіндің ба? Мен сендерге ескерттім ғой, мага, ініме жолама деп. Естендер! Мен саған ескерттім, ініме жолама деп. Кінә өзінен. Қарлығаш? Қарлығаш? Қарлығаш, не болды? Қарлығаш? Жүре ғой. Кел, Қарлығаш, отыр. Отыра ғой. Қарлығаш, не болды? Басым айналып кетті. Қазір мен солып келейін, е? Фазыл, бүгін түнде түсімде Дархантайды көрдім. Қойшы, Қарлығаш, кішкене сабыр сақта.
әлде бәрі жақсы болып Не болды Диас? Кім? Тірі ма өзі?